Нағыз тәжірибелі психологтың консультациясы қалай өтеді? Психолог ешқашан ақыл айтпайды. Психолог тек ұсыныс айтады. Бірақ қай кезде айтады? Ол сізді тыңдап алғаннан кейін айтады. Тыңдау барысында сізге анықтауыш сұрақтар қояды. Сөйтіп, жаңағы консультация диагностика ретінде өтеді. Немесе бір әдіс қолданылады. Ол жазбаша түрде болуы мүмкін, ол сурет түрінде болуы мүмкін, немесе тағы да бір тәсіл болуы мүмкін. Жаңағы мәселеңізді анықтап болғаннан кейін психолог сізге не қажет екенін ойластырады. Ол не әдіс болуы мүмкін, не техника болуы мүмкін, немесе терапия. Психологтарда терапияны қолданады. Психотерапевттер сияқты. Бірақ психологтың терапиясы кішкене жеңіл түрінде өтеді. Және психолог ешқашан дәрі, антидепрессант сияқты тыныштандыратын дәрілерді жазуға хақысы болмайды. Мысалы, сіз келдіңіз белгілі бір запроспен. Сіз уайымдайсыз, жаңағы балаңызға байланысты уайымдарыңыз бар. Немесе жаңағы жолдасыңызбен қарым-қатынасыңыз мүлдем үзілген. Мүлдем байланыс жоқ. Сол туралы тағы да уайымдайсыз. Енді бұны қалай шешуге болады? Психолог ол фокусник емес, жаңағы циркте фокус көрсететін, ол кәдімгі хирург сияқты. Егер хирург тәнге операция жасаған кезде, жаңағы операция жасардан бұрын анықтайды ғой, сізде мына жақта тас болуы мүмкін, немесе жаңағы артық ет болуы мүмкін, соны алдымен анықтайды, одан кейін алып тастайды. Ал психолог не істейді? Психолог ол сіздің жаныңызға операция жасайды. Яғни жаныңызда қандай өкпе, реніш бар ма, ашу, ыза бар ма, жоқ әлде өзінің кінәлілік сезімі бар ма, адамның әншейін уайымдар бар ма, соны анықтап алғаннан кейін оны алып тастайды. Бірақ әшейін ақыл айтумен емес, белгілі бір терапияның көмегімен. Мысалы, мен көбінесе транс-терапияны қолданамын. Ол қалай? Көбісі ойлайды, ол гипноз ба деп. Адам қорқады, күмәнданады. Бірақ ол күмәнданудың қажеті жоқ, өйткені ол альфа состоянияда, яғни адам жаңадан оянады ғой. Сол кезде ұйқылы ояу әлі толық оянбаған, бірақ әлі ұйқыдан тұрған, ұйықтап жатқан жоқ. Міне сондай состоянияға кіргізіп адамды ішінен жаңағы өкпенің, реніштің немесе тағы бір себептерді жөндейді, былайынша айтқанда. Жөндегенде адаммен визуально түрде, яғни адам не сезінеді, адам не көреді, адам не жаңағындай ощущение дейді. Денесінде бір жер шымырлай ма, жылу бара ма, жоқ әлі немесе жаңағындай мұздаған сияқты бола ма, соған негізделіп сөйтіп терапия өткізеді. Міне, ол терапиялар ұзақ уақыт алмайды. Көбінесе, мысалы, менің практикамда мен 20-30 минуттың ішінде адамды бір состояниядан, яғни уайым состояниясынан уайымсыз состоянияға әкелемін. Немесе адам шаршап тұр, энергиясы аз, сол аз энергиядан мен энергиясы көп состоянияға әкелемін. Міне, терапияның плюсы сондай. Егер сізде сондай энергияңыз аз, ұйқы нашар болса, тәбетіңіз нашар болса, жаңағындай біреумен ренжісіп, ұрысып қалсаңыз, соның переживаниясын, соның уайымын алып тастаймын. Және сізді жеңілдетемін. Яғни, жеңілдеткен кезде сізде жаңа қуат пайда болады. Ұйықтар алдында сіз расслабление жасай алатын боласыз. Ал күйеумен немесе жақын бір адаммен ренжісіп қалсаңыз, онда
сізге жаңа ой келеді. Қалай ол адаммен мен тіл табыса аламын, немесе сезім пайда болады. Жаңа сезім пайда болады терапиядан кейін. Осы мен ренжіп қалып едім, бір ұсақ түйекке ренжіппін ғой деген бір сондай бір сезім болады. Міне, жалпы терапияға дейін деген состояние болады, соң терапиядан кейін. Сондықтан консультация жаңағы анықтауыш сұрақтарды қойған кезде алдымен диагностика жүреді, яғни диагностикалық әңгіме жүреді. Ол бір 15 минут, 20 минут уақыт алады, одан кейін 20-30 минут терапияның өзі жүреді. Міне, консультация, психологтың консультациясы осылай өтеді. Егер сіздің жаңағыдай соған келіссеңіз, оған шешім қабылдасаңыз, онда мен онлайн консультация, видео звонокпен, аудио звонокпен және жазбаша түрінде, текст түрінде WhatsApp-пен адамға көмектесе аламын. Хабарласыңыздар, астына мен байланыс телефон қалдырамын, және жаңағыдай уақытты белгілеңіздер. Өйткені терапияның өзінің уақыты болады. Ең эффективті терапиялар менің тәжірибемде ол сағат 4-ке дейін, кешкі 4-ке дейін. Сол кезде терапия тиімді өтеді, нәтижелі өтеді, және сізге де жақсы, сізге де нәтиже аласыз, ал мен жаңағындай шаршамай келесі клиентканы қабылдауға менің күш қуатым жетіп отырады. Мінекей, жақсы, хабарласыңыздар, мен кез келген адамды кез келген запроспен қабылдауға дайынмын. Рахмет.